80 жастағы кемпір күн сайын әбден сәнденіп көшеге шығады. Барлығы 18 жастағы жас жігіттердің назарын өзіне аудару үшін. Сол күні бір бұзақы оны бұрышқа тіреп қойды. Бірақ кемпір қорқудың орнына оны бірден сүйіп алады. Бұзақы кемпірді балағаттай бастағанда, ол кенет есінен адасқандай оның жағасынан алды. Сол күні кемпір бөлме жалдауға келген сымбатты жігітпен танысты. Оған арнап сүйіспеншілікпен таңғы ас әзірледі. Кофе құйып жатып, әдейі қасықты жалап, қайтадан кесеге салды да, сол кофені жігітке ұсынды. Оның өз сілекейі араласқан кофені ішіп отырғанын көріп, кемпір бір сәтке ұялып қызарып кетті. Бірақ одан да жиіркеніштісі, жігіт тамақтанып отырған кезде ол білдіртпей оның бөлмесіне кіріп, жеке заттарын рұқсатсыз ашты. Сосын барлық киіміне әдейі өз иісін сіңдірді. Ақырында тіс щеткасын иіскеп, оны бірден аузына салды. Ол жігітті ойлап, рахатқа бөленіп тұрған сәтте сырттан кенет шу естілді. Кемпір дереу тіс щетканы орнына қояды. Боб бөлмеге оралғанда, кемпірдің оның төсек жаймаларын ауыстырып жатқанын ғана көрді. Боб кемпірдің жиіркенішті әрекеттерін байқамады. Керісінше, оған қатты ризашылық білдірді. Жігіт кетісімен кемпір оның пайдаланған жаймаларын құшарлана сүйеді. Жігіттің футбол көргенді ұнататынын білген соң, қомақты қаржы жұмсап, қонақ бөлмеге теледидар орнатты. Ол Бобқа тұрмысқа шығып, одан бала сүюді армандады. Кешке Боб үйге келгенде, кемпір оның әйелі секілді есіктен қарсы алғанда, Боб мұны байқамай, оны жай ғана қонақжай әрі мейірімді әже деп ойлады. Сол күні бұзақылар кемпірді тағы мазалауға келгенде, мұны Боб көріп қалды. Екеуі кеткелі жатқанда, Боб оларды тоқтатып, ендігәрі кемпірге тиіспеуді ескертті. Бірақ бұзақылар оны тыңдамай, керісінше Бобтың анасы туралы жаман сөз айтады. Бұл ашуға булыққан Бобтың бір бұзақыны жерге жығуына себеп болды. Өзі үшін араша түскен Бобқа қарап, кемпір оны нағыз ержүрек деп ойлап, одан сайын ғашық бола түсті. Фильмнің атауы «Сдается комната».